Қалайсыздар, оқырмандарым? Бүгін біз шоколадный творожный пирог жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаны саламыз. Содан кейін барып сармаймызды саламыз. Сармаймен де 82%-тік осылай араластырып, содан кейін барып сахарный пудра саламыз. Сахарный пудраның орнына қант салсаңыздар да болады. Осылай бәрін араластырып, үстіне қаймақ салдым. Грамдарын астына жазып кететін боламын. Какаоны ұнға араластырып, сосын барып жаңағы немізге саламыз. Осылай мен белгімен араластырып отырмын. Сосын осыған салып, қамырымызды илейміз. Осылай араластырып аламыз. Мен холодильникке жарты сағаттай қойып алдым. Пакетке салып, жарты сағаттай қойып алсаңыздар болады. Начинкасын дайындаймыз. Начинкасына 2 жұмыртқа, қант, кукурузный крахмал, барлығын салып, осылай араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Содан кейін барып творогын саламыз. Барлығын араластырып, осылай езіп алып, міне дайын болды. Енді осыны мына қамырымызды формаға салып, формасын саламын осылай. Міне формасын салдым. Енді үстіне начинкасын құямыз. Начинкасын құйғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Осылай білкінің көмегімен кішкене беттерін тегістеп сала береміз. Міне дайын болды пирогымыз. Осы пирогты кішкене жарты сағаттай суытып қоюымыз керек. Содан кейін барып кесе берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіз. Рахмет.